Dostlar, bugün sabahımız başlamak zorunda. Aldığım birinci topqa bölünüp alayı. Topqa bölünü için bazılarımız bir yere жақындаймыз, келеміз. Мына жерде бар, жақсы бар. Қазір топта әрқайсысы қандай шығады, сол топқа отырасыздар. Бір-бірден аламыз. Ең бірінші үй тапсырмасын қайталаудан бастайық. Үйге алдыңғы сабақта біз сіздермен есім хат туралы өткен болатынбыз. Есім хатқа байланысты сіздерге кәдімгі сұрақтар беріледі. Әрқайсыларында бір-бірден әркім өзі мұқият отырып тестте жауап береміз. Ақиқат немесе жалған тапсырмасы бойынша. Ақиқат немесе жалған. Бірінші сұрақ бойынша, Азамат. Тәуекел хан 1582-1592 жылдары билік құрған ақиқат. Ақиқат, жақсы, отырайық. Келесі екінші сұрақ бойынша кім? Тәуекелдің қайтыс болуымен билік інісі Есім хан 1598-1628 жылы қолына өтті. Ақиқат, жақсы. Үшінші сұрақ бойынша. Тұрсын Сұлтан 1603 жылы өзін хан деп жариялады. Дұрыс па, дұрыс па? Жалған, дұрыс жауап. 13-ші жыл болды. Жақсы, молодец. Кеттік, 4. Шайқасты өрттім және де суретте қандай ойға жетпейді, қандай ой? Яғни бұл суреттен нені ғана көреміз? Екі суретке де қарасақ, шайқас туралы көреміз. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз қазақ жоңғар қарым-қатынасы, қазақ жоңғар соғыстары болып өтеді. Соның ішінде тарихталған ең атақты бір соғыстың бірі Орбұлақ шайқасы туралы өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы Жәңгір хан және қазақ жоңғар қарсылығы. Соның ішінде біздің негізгі зерттеу сұрағымыз Орбұлақ шайқасы туралы болады. Бірінші оқу мақсаты көшпелілердің әскери өнері жетістіктерін сипаттау. Одан екіншісі Орбұлақ шайқасындағы қазақ жасағының әскери өнеріндегі шеберлігі мен ерлігін бағалаймыз. Сабақ барысында осы бойынша жұмыс істейтін боламыз. Бірінші сабақты бастамас бұрын біз бейне роликтен бастайық. Бейне баянды мұқият тыңдаймыз. Одан кейін соған байланысты сіздерге тапсырма беріледі. Жақсы ма? Мұқият тыңдаймыз. Күшті қарсылас пайда болды. Олар ойрат одағы, яғни Жоңғария мемлекеті еді. Қазақтың аңыз эпостарында бұл одақ Қалмақ деген атпен белгілі. Қалмақтарды батысқа қалқа моңғол және шүршіттер, манчжур ығыстырса, олар өз кезегінде қазақтарға қысым жасады. 17-ші ғасырда басталған қазақ-қалмақ арасындағы қақтығыс ұзақ жылдық соғысқа ұласты. Қалмақтар Жетісу мен Шығыс Түркістанды басып алып, өз күшін Сырдария қаласына қарай бағыттады. Қазақ жеріндегі осындай ауыр кезеңде Есімнің ұлы Жәңгір хан билік құрған еді. Видеода не көрдіңіз? Қалай болғандығын көрдік, тағы практикасын көрдік, кімнің тұсында болғанын көрдік. Жақсы, енді қазір біз солмен видеороликпен қазір жұмыс істейтін боламыз. Сіздерге хат деген тапсырма. Бұның ішін ашасыздар. Қазір сіздерге бұның ішінде сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға топпен жұмыс жасаймыз. Топпен жауап береміз. Ашамыз. Соның ішінде сұрақтар бар. Бірінші сұрақтар. Яғни ішінде сұрақтарға топпен жауап береміз. Жазамыз ішіне. Ашамыз. Сол жақта ашқанда кәдімгідей сұрақтар түріне астына жауабын жазасыздар. Топпен біргеміз барлығымыз. Жоқ, іште ручкамен жазыңдар. Немесе қарындашпен. Қарындашпен жазыңдар.
Oldu, vaqt ketsa, kel o'tiramiz. Yaxshi, tinchlanamiz, vaqt bo'ldi. Ketdik. Birinchi topdan boshlaylik. Birinchi so'roq qanday? Tindaymiz, barlig'imiz o'tiramiz. Aydana, qo'lga olamiz, qo'lni. Tindaymiz. Ko'rsatib. Yaxshi. Qozoq askarlarining qo'lboshchisi kim bo'ldi? Kim bo'ldi? Salqan Jangirxon bo'ldi. Salqan Jangirxon, ya'ni boshqargan kim? Jangirxon boshqargan. Ketdi, ikkinchi so'roq. Batir qo'ntaychisining askarining soni qancha bo'lgan? 600 askar bo'lgan. Batir qo'ntaychisining soni qancha bo'lgan? 50 ming askar bo'lgan, ya. Bir soatdan qaytaga ketdik, ya. Kelasi. Tinchlanamiz. Kel, ikkinchi top. O'tiramiz, ikkinchi top qarang. Ikkinchi top, shu so'roq. O'g'rilar qay yerda o'rnashdi? Jo'g'ar Alato'ning o'g'rilar tuman yerida o'rnashgan. Jo'ng'ar Alato'nda o'rnashgan. Yaxshi. Ya'ni o'rda o'rnashgan, ya'ni buloq aqovatdan yerda o'rnashgandan uni o'rbuloq deb atalgan, ya. Ketdik, o'dan keyin to'rtinchi so'roq. Qozoq sarbozlarining soni nega oz bo'ldi? Nega? Durust taktika qo'llanildi, Jangirxon. Ne için abi? Sebebi de değil. Ular taktikasına ko'p askar bo'lsa, so'zni tindamaudan Kederse yani askerinin sani ko'p bo'ladigan bo'lsa, ulardan o'zi o'r qazib so'g'su taktikasini niye bo'ladi dedi? Kedergi bo'lsa, son sebepte ularning askerinin sani az bo'lmamiz bir sebebi o'sida, ya. Yaxshi, kelasi. 3-top qarang, javoblarimiz. 3-top. Qanday? Jangir nega Salqan Jangir deb ataldi? O'sroq so'zlaymiz. Jangirxon deneli және maqta bo'lib kelgan so'qdan xalq ona Salqan Jangir atagan. Жақсы, ірі денелі болғандықтан және алып күш иесі, ақыл иесі, соның барлығы бір адамның бойында болғандықтан айбатты болған, е? Айбаттыны біз не деп атаған? Соны сол кезде Салқан деп атаған. Сөйтіп, оны ел ішінде қалай атап кеткен? Салқан Жәңгір деп атауының себебі сондай, е? Орбұлақ шайқасында қазақ жасағы тарапынан қандай атомда әскери тәсілдер қолданылды? Ор қазу деген тәсіл қолданды. Aha, ormazda sosun. Qarang, kelesi to'ra o'sini jalg'ashtirib, kelesi topshirmani o'rnaymiz. Bu topshirma 4 şarşı deb ataladi. Ya'ni bu yerda 4 şarşıda 4 pishtin içinde Sıraqlar berilgen, 4 sıraq berilgen, 4 sıraqqa cevap veremiz. Yani birinci şarjın içinde Orbuloq şayqasının qisqa және uzoq. Yani nesini aytasınlar? Болу себептерін aytasınlar. Soğustu болу sebepleri. Tındaymiz. Түсінесіздер ғой? Екіншісіне қазақ жасақтардың ерлігін сипаттайсыздар. Одан Жақсы, бірінші топтан бастайық. Тындаймыз ба? Жақсы, шыңын қорай берейік. Тындаймыз барлығымыз. Яғни бірінші шаршыда бізде не берген? Тындаймыз. Орбұлақ шайқастарының себептерін анықтау берілген. Яғни жоңғарлар қазақ жеріне басып кіргені үшін және де жерін алуға тырысқан жоңғарлар Жерін жауап алып отырса, негізгі себебі сол, е? олар Орбұлақ шайқасын нетеді, ашады. Орбұлақ жерлеріне шайқасқа келе жатады жолы, е? Жақсы, арға екіншісі қандай? Екінші шаршы? Қазақ жасақтарын ерлігін сипаттау 50 мың әскерге қарсы 600 қазақ әскері шайқасты. Және де олар жоспарды жақсы құрастыра білді. Және бұл ерлікке жатады. Жақсы,
жақсы ерлікке жатады. Жақсы. Үшіншісі қандай? Үшіншісі, Орбұлақ шайқасында қолданылған әскери өнердің ерекшеліктерін талдау. Әскери өнердің қандай ерекшелігі болды осы жерде? Олар Орбұлақ шайқасында жоңғарларға қарсы ор құра білді. Ор қаза білді, және әскерлерді қару-жарақпен жақсы қамтамасыз етті. Бұл жоңғарларға қарсы жеңіске жетуге не болды? Мақсатты, олай айтқан кезде көмегін тигізді. Және де бұлар не істеп дейді ол жерде білтелі мылтықты қолданды. Және де ордың ішінде атты, және де тағы да сауытын үстіне не тастады? Үлкен тастарды тастады. Яғни жан жақтан не істеді? Жан жақтан шабуыл жасады. Бұған тойтарыс бере алмаған ең біріншісі қанша әскер өледі? 50 мыңның 10 мың әскері не істейді? Ал бізде көтеріліс жаңағы Орбұлақ шайқасы қай жерде болды карта бойынша? Жоңғар алатауында болды. Қай жер болды? Орбұлақ деген жер. Көрсетші карта. Жақсы. Айтайықшы, бір қателік жіберді ма? Барлығы дұрыс па? Барлығы дұрыс. Сіздермен сәйкес келе ме? Жақсы. Жақсы, карта бойынша қай жақта болды? Карта бойынша жоңғар алатауында, сіздердікі де жауаптарыңыз дұрыс. Жақсы, отырамыз. Жақсы, отырамыз. Енді бізде бекіту тапсырмасы, сіздермен ары бекіту тапсырмасы орындаймыз. Бекіту тапсырмасы бұл жеке-жеке. Яғни, не істейміз? Әркім өз-өзін тексереді. Барлығын шықмыз? Жақсы. Бекіту тапсырмасы, яғни бұл жерде әркім өз-өзіне жеке жұмыс, әркім өз жасайды. Сұрақтарға жауап береміз. Жанына жазамыз. Уақыт сіздерге 1 минут жеткілікті деген ойдамын. Жақсы. Уақыт аяқталды. Жұп-жұбымызбен ауыстырамыз орындарын. Ауыстырдық па? Тез ауыстырамыз. Енді тақтаға қараймыз. Тақтада дұрыс жауап шығады. Сол дұрыс жауаптармен тексереміз. Кеттік. Бірінші сұрақ. Есім ханнан кейін кім болды? Жәңгір хан. Оның аты Жәңгір хан отыр, иә? Көшілікке тексереміз. Плюс-минус жағына қойып отыр. Екінші сұрақ. Орбұлақ шайқасы қай жылы болды? 43-ші жылы. Дұрыс па? Дұрыс емес пе? Жазамыз. Bir-birimizni tekshirib qo'y. Жақсы, әркім өзі қайтармайсың, қанша кім алды, жандарына жазып беріңдер. Жақсы ма? Қазір маған жинап бересіздер, сол бойынша сіздердің бағалауларыңыз және бағаларыңыз қойылады. Жақсы, сабақты қорытындылап жіберейік. Тыңдайық. Сабақты қорытындылайық. Сұрақ. Орбұлақ шайқасы қай жерде орналасқан? Жоңғар алатауында орналасқан. Жақсы. Екіншісі келесі. Қазақ сарбаздар қолбасшысы Жәңгір хан болды. Жақсы. Батыр қонтайшының әскері қанша болды? 50 мың әскері. Төртінші сұрақ. Орбұлақ шайқасында қазақ жасағы тарапынан қандай ұтымды әскери тәсіл қолданылды? Білтелі мылтық қолданылды. Жақсы. Сабағымыз осымен аяқталды. Енді үй тапсырмасын жазғанбыз. Күнделікті ашамыз. Барлығымыз үйге тапсырма. Жәңгір хан және қазақ жоңғар қарсылығы, иә? Жазым, күнделікті ашамыз. Барлығымыз шеңбер болып тұра қалайықшы тез. Барлығымыз шеңбер болып тұра қалайық. Бұл кері байланыс бізде үлкен шеңбер деп аталады. Тұра қал. Сұрақты бастайын кімнен? Еркебұланнан бастайын. Бүгін не білдің? Орбұлақ шайқасы туралы білдім. Сабаққа қатысуыңызда қалай бағалайсыз? Кім? Өте жақсы деп бағалаймын. Өте жақсы деп бағалайсыз өз сабаққа қатысуыңызда? Жақсы, мен де сенікі өте жақсы деп бағалаймын. Бүгінгі сабақта саған 10-нан 10 қоямын. Сабақта қандай қиындықтар туды? Шыңғыс, қандай қиындық болды? Келіншегінің арасындағы жоңғарлар мен қазақтардың соғысындағы жерді табу қиындар туындырды ма?
яғни біз не істеуіміз керек, әлде алдағы уақытта картаны жаттауымыз керек. Жақсы, кеттік. Сабақ аяқталғанда көңіл күйіңіз қандай? Кімнің көңіл күйі? Жақсы. Осындай көңіл күйде келесі сабақта жолыққанша. Сабаққа қатысқандар барлық оқушыларға рахмет. Бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңдар. Келесі үй тапсырмасын орындап келеміз. Келесі сабақта біз тағы ары қарай сабақты жалғастырып, ары қарай тереңдетіп оқитын боламыз. Жақсы. Бүгінгі сабаққа қатысқан оқушыларға барлықтарына керемет деген баға қоямын. Бағаларыңызды күнделікті кезектен көресіздер. Жақсы ма? Жақсы, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.